радиодан жер сілкініс жайлы хабарландыру естіген кезде қобалжымай ғимараттағы сақтандыру сөмкесін алуыңыз керек және ол сөмкенің қай жерде орналасқанын бәрі білу керек. Сақтандыру сөмкесінің ішінде документтер және осы уақытқа дейін жинаған қаражаттар болуы тиіс, және де медициналық қобдиша, көрпелер мен киімдер болуы керек. Жер сілкінісі кезінде сақтандыруға арналған 10 қадам. Біріншісі, сабыр сақтаңыз, үрейленбеңіз. Екіншісі, дүмпу кезінде лифт пен баспалдақты пайдаланбаңыз. Үшіншісі, жиһаздарды, люстралардан, терезелерден алшақ болыңыз. Төртіншісі, тығылатын орын табыңыз және де басыңызды қолыңызбен жабыңыз. Бесіншісі, жерасты дүмпулер тоқтағаннан кейін ғимараттан шығыңыз. Ғимараттан шығар кезде суды, газды және де электр қуаттарын өшіруді ұмытпаңыз. Жетіншісі, дабыл кезінде дайындаған сөмкеңізді алыңыз. Сегізінші, электр желілерінен, ғимараттардан, ағаштардан аулақ болыңыз. Тоғызыншы, жерасты дүмпулерін қайталауына дайын болыңыз. Оныншысы, балаларға, қарттарға және де мүмкіндігі шектеулі жандарға көмектесіңіз.